the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my. Бақытты болу болмау біздің тағдырымыз алдын ала жазылады. Бұны негізі әр нәрсені мысалы көріп отырсыз, жаңағы 40 минуттың өзі какой-то кіріспеге кетіп қалды. Жалпы профориентационный жұмыс өте бір жыл бойы жүретін жұмыс қой. Бір айда азып кетіп, 2 сағатта алдымыз қазір біз көп нәрсе айтып үлгере алмаймыз, өйткені айтатын көп персонал жұмыс жасау керек, каждый проблеманы шешу керек қой енді. Сондықтан бұл өте жүйелі түрде жұмыс жасау керек. Аптасына хотя бір кездесу жасап, тест алып, ол тестті талдап, біз таңдаудан сұрамыз. Біз мына тұр бетімізден, мына бойымызға берілген күш қайрат қызметтерден сұра алмаймыз. Көзімізбен біз таңдау жасаймыз ғой, біз бір әрекет бір жерге барамыз, бірдеңені істейік, бір сөйлесек, соған есеп береді екенбіз. Выбор дейді ғой, выбор. Выбор деген осы мамандық таңдау, жар таңдау, жұмыс таңдау, көп қой енді. Соны біз күнделікті выбор жасаймыз. Күнделікті таңертең тұрып, сабақ келмейді, кездесуге барайын ба, көрейін ба, сабаққа дайындалып, уже міне осы жерде бұл мәселе шешіледі. Дұрыс шақа, дұрыс емес шақа. Кез келген нәрсе 3 рет пайда болады. Бірінші ойда, қиялда пайда болады, одан кейін қағазға түсіру керек. Ойды қағазға түсіру керек, оны жоспарлау керек, жоба, мақсат ретінде, и ол шынайы. Мысалы, мына телефон топ етіп түскен жоқ та, біреудің бұл арманы болып тұрса, Стив Джобс, білесіңдер ғой, Стив Джобс 2000 жылдар, 2010 жылдар осы сенсор ойлап тапты. Стив Джобс таныстырмай қойып, бәрі білесіңдер. Соның қиялында бұл нәрсе емес болса, почему біз боспыз? Көбісі ойлайды. Білеміз бе, переходы боз, кейде осы өмірден түңіліп, мен жай келісіп шығамын. Жоқ болмайды. Әлде бақытты болып кетесің. Келесі. Идея мен ойды жүзеге асыру жолы тек қана қағазға түсіріп қана қоймау керек. Оны қағазға түсіру керек, жаңа айттым ғой. Егер оны просто қиялдап жүрсең, ол ұмытылып кетеді. Мына жетістікке, табысқа жеткен адамдардың барлығы өзінің қиялын, ойын қағазға кімде жазады? Бар ма? Телефонда ма? Қағазда жазылмайды. Қағазда жазылмайды. Қағазда жазылады. Мен мысалы айтайыншы, блокнот көтеріп кеше тоже 8-ші класпен ба, 11-ші класпен ба, тоже өткен кезде, міне, мен мына блокнот уже толып қалды, рабочий блокнот, жиналыстарға, и то міне, отбасымның 8 не екенін айтып беріп қоймын, сендегі менің мақсат міндеттерім осы жылда бар, білмеймін, өмір тұрса ішінде бар. Мына алтау мына жақта, мына жақта тағы 10 кірдім, жазу керек, қарап қою керек, математика керек. Сондықтан жазу керек. Мен жұмысымнан рахат алатынын дейді, кино түсіруге мықты актер атақты. Сондықтан біз өзіміздің жұмысымызды сүйіп істеуіміз керек. Табыс кейін өзі келеді. Көбісі қиналып барып жүрміз, мысалы дұрыстап, қалаға барған, үйде, қаланың жанында отыр жоқ. Жалпы көбісі амалсыз жүр, бала шағасын асырау үшін дұрыс па? Басқа жаққа кетіп қалайын десе, артылған ақшасы жоқ, көмектесетін жоқ. Амалсыз болмайды, солай кетеді. Оларға не әсер етеді? Олар бір күн ойланып, просто отырып, не істеп жүрмін деп ойланып, уақыты жоқ екен олар. Өйткені таңертең кетеді, кеште сүрінге келеді, шаршап құлап өлейін. Уақыт жоқ ойланатын. Ойланатын уақыт жоқ, понимаете? Элементарный нәрсе ғой. Мына американдықтарда 90-90 деген бар еді. Вообще қазір бір-екі секреттер айтады, 90-90. Білмеймін, қанша жазады. Осы слайдтар сөзім бе? 90 күн бойы, 90 минуттан күніге адам ойлану керек екен. Үлкен корпорацияларда директорлер осыны істейді. 90 күн бойы, 90 күн дегеніміз 3 ай, 3 ай бойы отырады екен, 1,5 сағат кабинетіне ешкімді кіргізбейді, отырып, ойланып, бірдеңелер жазып. 90 күн деген не болады деймін ба? Жаңағы Tesla машинасы шығады, немесе жаңағы телефонымыз шығады, немесе ракета шығады, немесе дрондар, бірдеңелер пайда болады. Бәрі Европадан, Америкадан шығады, дұрыс па? То есть это работает. Работает же. Жұмыс істейді, значит. Бізде сол үйренуіміз керек, олардың жақсы жақтарымыз. Бізде просто ойланатын уақыт болмайды ғой қазір сен. Просто отырып, тупо ойланып, болашағыңды ойланып,
елді ойламақпыш, өзімнің болашағымды ойлап, мен қалай, елге қалай үлес қосамын деп ойлауымыз керек. Әрқайда өмірде мақсат қоюымыз керек. Ең алдымен арман қалай пайда болады? Армандарыңызды қиялда бір күшті арман іс-әрекет. Арманда іс-әрекет жоқ. Просто қиялдайсың. Арман ол өлшемсіз. Ал мақсат іс-әрекет өзгеріс зонасы. Біздер армандаймыз, бірақ мақсат қойған кезде проблема басталады. Өйткені ол жерде сен мақсатқа жету үшін іс-әрекеттер жасау керек та, уже зона дискомфорта ғой уже. Біздер осы кезде нетіп қаламыз. Просто арманға қарап көріңіз. Өзгеріс адамға ауыр айнала бергеннен кейін сүт айранға айналған, сосын сүттен жүріп спокойно бізге движениеде болу керек, әрекетте, ізденісте тұрып қалсақ болмайды. Тұрып қалсақ бізде не істейді? Стресс, ойланамыз, қиналамыз, бізде жеп қояды маражды. Үнемі неде болу керек. Одан кейін іс-әрекет, жауапкершілік, іс-әрекеттің артынан міндетті түрде жауапкершілік. Біз жауапкершіліктен қорқамыз көбінесе. Еңбектену, күш, жігер, ұмтылыс, мақсат өлшеулі болу керек. Конкретно уақыты, конкретно суммасы. Африкада ЮАР деген мемлекет бар. ЮАР оңтүстік Америкада, оңтүстік Африка Республикасында туылған бала кезде, сіздер сияқты жас кезде ол нені ойлап тапқан, ойын ойлап тапқан десін бе? Ұшырып жүреді, не кометаларда, ракеталарды нетіп атап, сол ойынды кейін $500 сатады. Сол $500 инвестиция қылып, кейін Канадада, Америкада оқып жүріп, ол физика, аспан әлеміне нетеді, қатты қызығады да. Бұны алу үшін Марадонадан кейін Месси сияқты бір адам туылу керек. Ол туылмайынша, Месси болмаса ол жерде ешкім ештеңе істей алмайды, дұрыс па? Енді бірақ Месси, бәрін Месси істеді деп айта алмаймын, ол команда ғой. Просто айтып отырмын ба? Месси көшбасшы. Мен көшбасшы. Ол талант Құдай берген, дұрыс па? Оның түйсігі. Ол былай қарап тұрады да, допты былай бересің. Сонысы ол интервьюда кім комментатор айтты, ол қалай дейді да, бір Францияда ойнап отырған пас берді ғой. Қалай дейді да, ол мына жақта айналасын бәрін күтіп отырып, әлеқі доп пас шығарып жіберді дейді да. Қалай ол көріп тұр дейді да, оны. Құдайдың берген талант деген сол дамытқан. Сондықтан бізде армандауымыз керек, біз реально нәрсені армандауымыз керек. Құр оны балам ал деп қойып тұрған. Мен сол қаладан залда сол доп ойнайды, беріп сол маған мен доптағы мен теуіп жүрген маған жоқ. Нравится, что ли? Амалса ана баланың кішкене несі бар да, биімі бар да. Сондықтан ол кітапханаға келгенде кіргізбейді. Әпкесінің арқасында кіреді ол. Әпкесі бір мұғаліммен жүріп кетеді, саған сигарет ашпай дейді, шантажлап. Қашан көрдің? Мен бұны енді қалай сұрақтарыңыз бар ғой? Кітабымен көп кімсіз дейсіз? Мамандығың бойынша? Кім боласыз? Бизнесмен болу деген ой бар. Қай сфера? Ең оңай менеджер факультетін түсуге мақсаттар менде. Бірақ негізгі өзіме екі жолын бірін қалаймын. Біреуі осы менеджмент болса, екіншісі ол экономист немесе архитектура. Бірақ шынында айтсам, географиядан более-менее жақсы болсам, математикадан қақпаймын. Ол үшін география керек, ол математика бала кезімнен қызықпаған. Көбінесе осы географиядан экономика, иә? Бірақ есеп бәрі математика. Ақыл банкрот боласың. Бала кезде осы география, биология, сурет салуға дейін қызығушылық болады. Сурет салуды есімде болса 5-6 жастан басталды. Анда-санда саламын осы. Мен бір қызық оқиға айтайын. Кім жүрмін? Айша. Кеше бір қызық болды, енді негізі айтыла бермейді. Сосын жаңа айтып жатты, бұл жақта ата-ананың айтқаны емес, өздерінің қалаулары болу керек. Өйткені ол жұмысты жасайтын сен, сол жұмыста өмір сүретін сен болғандықтан, сен әр тұлға жеке индивид, біреу қайталамайды. Сондықтан да қазір таңдап, мүмкіндігінше пропарентологтардан, қазір Абдуллаев жұмыс бағытта жұмыс жасап жүр, кез келген уақытта совет сұрасаңдар болады екен, түсінбей жатқан, білмей жатқан жағдайда, иә. Қазір мынандай нәрсе ғой, сен қазір уже мамандықты таңдап қою керексің, сол мамандықта барысында сен уже зерттеуді жүргізуді бастап кету керексің.
мысалы сен бір мамандықты алдың, медицина алдың ба, медицина ол жалпы медицинаның ішінде көп тараулары. Сен соны зерттеп бастауың керексің, қайсы жақсы көресің. болсаң толдағы, тулап толқын ұйқаш, өлең болсаң қалдағы, қас қаққанша ұйқас, шүйіліппесін тамам көз, жығылып кетіп қақтығыз, өмір көк бар шабандоз, тақымыңды қатты қыз, жұлдыз болсаң аспанға ұш, жарығыңды аяма, өмір сені бостан бос, жарқыратып қояма. Төлеген Айберген осыдан 6 жыл бұрын жазып кеткен, не деген сөздер, біз жалпы міне 12 мүшеміз сау, значит, у нас уже қанша процент бізде не бар, мүмкіндік бар. Білім, міне комфортный мектепте оқып жатырмыз.